Аймақта жаңа конституция жобасын талқылау бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстары жалғасуда. Өңірде түрлі мекемелерде кездесулер ұйымдастырылып, тұрғындарға елдің басты заңына енгізілетін өзгерістер жан-жақты түсіндірілуде. Осындай кездесулердің бірі қарттар үйінде өтті. Алдағы республикалық референдум қарсаңында жаңа конституция жобасын түсіндіру жұмыстары белсене жүргізілуде. Қарттар үйінде өткен кездесуде тұрғындар мен мекеме қызметкерлеріне конституцияға енгізілетін өзгерістердің мәні мен маңызы түсіндірілді. Жиынға қарттар үйінің тұрғындары мен қызметкерлердің қоса алғанда 90-ға жуық адам қатысты. Өзімізге белгілі, шілдеден бастап еліміздің жаңа конституциясы заңды күшіне енді. Конституция жаңа өзгерістері бойынша бүгінгі шараға номер 1 арнаулы мемлекеттік мекемемізге Тараз қалалық ардагерлер кеңесінің мүшесі Жамалбеков Сауранбек мырза келіп 90 қызметкерлер мен қызмет алушыларға конституцияның өзгерістері бойынша таныстырып өтті. Кездесу барысында жаңа конституция жобасының негізгі нормалары таныстырылып, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағытталған өзгерістерге ерекше назар аударылды. Ашық форматта өткен жиында қатысушылар пікір алмасып, ұсынылған түзетулерге қатысты ойларын ортаға салды. Қоғамдағы негізгі мәселе бұл қарттармен әңгімелескен кезде мынау еліміздегі біздің президентіміздің өткен жылғы жолдауында күшті бағыт берген заң мен тәртіп мәселесінің қалай жаңа еніп атқаны, қоғамдағы әділеттілік, заңдылық, тәртіп қалай болып жатыр, соған қандай біздің үлесіміз болу керек, қандай жұмыстар біз атқаруымыз керек деген сияқты мәселелер көтеріледі бұл жерде. Айта кетейік, 23 тамыз күні елде республикалық референдум өтеді. Бекзат Әшірбай, Аңсар Тілепберген, Айдос Құстобек, Қордай 24 Ньюс.